бәсекелестікке келмейді. Актер Қайрат Әділгерейдің әйелі Мөлдір Мұханды әбден сынап тастады. Танымал әзілкеш әрі актер Қайрат Әділгерейдің жары Бақыт Тұрман продюсер Мөлдір Мұханның жаңа жобасын қатты сынады. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы хабарлайды. Бұл пікірін ол әлеуметтік желідегі парақшасында жариялаған. Мөлдір Мұханның подкастын қарап шықтым. Содан кейін оның түсірген фильмін көрдім. Подкастта айтқан кемшіліктерінің барлығы сол киноның ішінде тұр екен. Ең бірінші байқалған нәрсе актерлық құрамның әлсіздігі. Көзге таныс емес, тәжірибесі аз адамдар көп. Әрине, Мөлдірдің жақындары шығар. Білмеймін. Тек Ақерке Арыс қана рөлін сүйреп шыққан. Күлкілі сценаларды сол алып тұр. Ал жалпы юморда, сатирада жоқ. Блогерлердің басын қосқандай әсер қалдырды. Миллиард жинайтын деңгейдегі фильм деп айту қиын. Тағы бір үлкен минус костюмердің жұмысы. Мұндай киімдер 10 жыл бұрынғы отандық киноларда болған. Қазіргі заманға үйлеспейді. Дубляжда құлаққа жайсыз. Әрине, продюсер, оператор, режиссер еңбектенген. Бірақ фильм бәсекеге қабілетті емес. Әр нәрсенің өз бағасы бар ғой. Келіспесеңіздер де, бұл менің ойым, деп жазды ол. Алайда Бақыттың бұл сыны желі қолданушыларының көңілінен шықпады. Комментарийлерде Мөлдірді қызғанып отыр. Әйелдің қасы әйел, сонша сынайтындай не болып қалды, деген пікірлер қаптады. Қайрат Әділгерейдің жары Бақыт Тұрманның Мөлдір Мұханның жаңа жобасы туралы сыны желіде үлкен талқылауға себеп болған екен. Шынында да шығармашылық саласында әр адамның өз көзқарасы, өз талғамы бар. Сондықтан Бақыттың пікірін жеке маман ретіндегі ойы ретінде қабылдауға да болады. Біреу үшін фильм әлсіз көрінуі мүмкін, басқа адам үшін керісінше қызық әрі жаңа дүние болуы мүмкін. Өнерде абсолютті дұрыс немесе қате деген түсінік жоқ. Әр жоба өз көрерменін табады. Сондықтан Бақыттың айтқан пікірін жеке субъективті көзқарас ретінде қабылдаған жөн деп санаймын. Ал желідегі жұрттың қызғаныш, әйелдің қасы әйел деген сынды реакцияларды да түсінікті деп ойлаймын. Бізде кез келген сын және эмоцияға байланып кететін әдет бар. Бірақ жалпы алғанда бұл оқиғаны жанжалға айналдырмай, қалыпты пікір алмасу тұрғысынан қараған дұрыс сияқты. Мөлдір де, Бақыт та өз саласында еңбек етіп жүрген адамдар. Бірінің пікірі екіншісінің еңбегін жоққа шығара алмайды. Ең маңыздысы өнерде әділ бәсекеде, еркін пікірде болуы.